Жалпы түркі тілдерінде дауысты дыбыстың түсіп қалу құбылысы кездеседі. Біз оған редукция деп те айтамыз. Түрк тілінде, қазақ тілінде бар. Бұл қандай жағдайда болады? Дауыссыз дыбысқа аяқталған сөзге дауысты дыбыстан басталған қосымша жалғанғанда соңғы буындағы дауысты дыбыс түсіп қалады. Мысалға, ауыз дейік. Ауыз. Міне, әдетте екі буынды дедік. Ауыз. Әдетте екі буынды. Мынау екі буын. Дауыссыз дыбысқа бітіп тұрса, соңы дауысқа дыбыс болса, осы дауыссыз дыбысқа дауысты дыбыстан басталатын бір қосымша келіп жатса, мысалға, несі болсын, бұл табыс септігі болсын, я? Аузы деп айтайық. Аузы демейміз, аузы деп айтпаймыз, мынау түсіп қалады, не болады? Ağzı деп айтамыз. Аузы, ağzı демейміз, айтамыз және жазамыз. Ауыз, ауызға дейік мысалға, түркшеде. А ғой, дауысты дыбыспен ғой, олай болса, негізі былай болу керек. Ауыз, а, бірақ олай жазбаймыз, олай айтпаймыз, қалай айтамыз? Ауыза дейміз, ауызға, ауыза. Екінші буындағы дауысты дыбыс түсіп қалды. Burun, мұрын. Табыс септігінде нені? Мұрынды дейтін болсақ, у әрине. Бурун, у деп айтуымыз керек, я? Бірақ олай айтылмайды. Буруну демейді, бурну деп айтамыз. Және жазамыз. Бурну. Қарын дейік. Қарын, адамның қарны немесе іш. Қарын, ішті деген кезде, қарынды деген кезде, қарыны деуіміз керек, бұлар өйтіп айтпайды, немесе жазылмайды. Қарны деп айтылады, жазылады. Өйткені, мына жердегі сонымен екінші буындағы дауысты дыбыс түсіп қалды. Әрине, бұны ережеге сай келмейтін, ережеден тыс, заңға сәйкес келмейтін де көптеген мысалдары болады. Мына жерде орган атаулары бар. Мына кітапта жаңа біз айтқан қарын мысалға қалай болды? Қарным ağrıyor деді. Ішім ауырып тұр деген кезде қарыным деп айтқан жоқ. Немесе жазған жоқ. Қарыным деп айтпайды. Қарным деді. Мына екінші недегі түсіп қалды буындағы. Бурун, бурнum akıyor. Мұрным ағып тұр. Бурун, жаңада бізде де болған бұл. Бурун, бізде бұны көрсеткенбіз. Бурунум деп айтпайды. Болмады. Бурун, деп айтпаймыз. Не дейміз? Бурнum akıyor деп айтамыз. Göğüs, кеуде. Кеудем ауырып тұр. Сөзіміз қайсы? Сөзіміз göğüs. Онда біз деуім керек, я? Göğüsüm. Бұлай өйтіп айтпаймыз. Göğüsüm дейміз. Түсіп қалады. Ağzımda yara var. Ağız, аузымда жара бар. Ağız, ымда деп айту керек, я? Бірақ не істеді? Екінші буында түсіп қалды, түсіп қалады. Ереже осындай. Ağzımda, аузымда жара бар. Alın, алын бұл маңдай. Негізі сөзіміз алын. Алыны маңдайы кең дейді. Алыны деп айтпайды. Түсіп қалады. Алны, гeniş, маңдайы кең деп айтамыз.